Мен қазір желтоқсан көтерілісі өткен алаңға бара жатырмын. Жалпы желтоқсан бекем болыңыз. Маған анау жерде тұрған апа сұрайды, сен бүйтіп түсіріп жүргеніңе қорықпайсың ба дейді. Қалай ойлайсыздар, мен қорқуым керек па? Түсінбедім не болып жатқан. Мені өткізбей қойды мына жақта полициялар. Неге жүруге болмайды? Сіз біздің құқығымызды қорғайсыз ба, әлде кімнің құқығын қорғайсыз? Мирная демонстрация запрещена законом, если заранее не подано. Қалай ойлайсыз, желтоқсан оқиғасының барлық сыры ашылды ма? Бүгін 16 желтоқсан, яғни желтоқсан көтерілісі өткен уақыт. Осыдан 34 жыл бұрын 17-18 желтоқсанда еркіндікке ұмтылған жастардың шеруі қантөгіспен аяқталды. Оны бәрі біледі. Бұл қаралы күнді әрине ұмыт қалдыруға болмайды, сондықтан бүгін желтоқсан көтерілісі өткен тәуелсіздік алаңына барғанмын. Шынымды айтсам, қынжылып қайттым. Неге десеңіз, өзімді толық тәуелсіз сезіне алмадым. Себебі бүткіл жерде сені бақылап тұрған сияқты сезімде болады екенсің. Белгісіз бір адамдар саған күдікпен қарап тұрады. Жан-жағыңды қоршаған полиция, қарапайым адамдардың көздерінен үрей көрінеді әлі күнге дейін. Одан кейін көшеден адамдарды өткізбей жатты. Мен де өткізгісі келмеді. Сәтпаев көшесі бәрімізге ортақ, бұл халықтың көшесі. Мен неге бұл жермен жүрмеуім керекпін? Бұл көшені жауып тастайтындай сіздердің қандай қақыларыңыз бар дедім. Сондай жағдайлар болды. Енді барлық қызықты видеодан көріңіздер. Менің арнама жазылыңыздар, ұнаса лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар десем. Мен қазір желтоқсан көтерілісі өткен алаңға бара жатырмын. Жалпы желтоқсан көтерілісі бізде желтоқсан оқиғасы деген атпен сіңісті болып кеткен. Солай бекітілген ресми атау. Бірақ оқиға атауына наразы адамдар өте көп. Олар бұл жай ғана оқиға емес, бұл ереуіл болған, көтеріліс, қақтығыс болған деп баға беру керек деп есептейді. Оқиға атауы желтоқсан көтерілісінің бағасын төмендетеді деп есептейді. Мен тәуелсіздік алаңына келдім. Бұл алаң ол кезде Брежнев алаңы деп аталған. 1986 жылы желтоқсан айында қазақ жастар жиналып, Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы Дінмұхамед Қонаевтың орнына Қазақстанда бірде-бір күн жұмыс істемеген және есімінде елге белгісіз ұлты өзге Геннадий Колбиннің тағайындалуына қарсылық танытты. 17 желтоқсанда таңғы сағат 8-де осы жерге 300-дей жас жиналып, кешкісін көтерілісшілер саны 20 мыңға жеткен. Бірақ оларды билік бұзақылар деп құйын 86 операциясы бойынша күш көрсете бастаған. 18-19 желтоқсанда алаңға қайта жиналмақшы болған адамдарға әскери күштер көрсетіліп, көтеріліс жаншылып отырған. Наразылық шеруі асқан қатыгездікпен, қантөгіспен тоқтатылғаннан кейін алаңға шыққан жастардың артынан қудалау басталды.
Деректер бойынша желтоқсан оқиғасына қатысқан 99 жас сотталып, 264 студент оқудан шығарылды. Ресми 4 адам қайтыс болды делінген. Желтоқсан көтерілісі туралы көптеген деректер әлі де жалпақ жұртқа жария емес. Екішті ойлар, белгісіз дүниелер өте көп. Желтоқсан қозғалысында қазақ жастарының қанын судай ағызған жендеттер кімдер? Олар неге анықталып жазаланбайды? Бұл сұрақтар да баспасөз беттерінде жиі қойылады. Жастай өлім құшқан, мүгедек болып қалған, тағдыры тәлкекке түскен боздақтардың өтеуін кім өтейді деген ой еріксіз ойыңа оралады екен. Солдырды гүлдегі, оңдырды нұрды. 2006 жылы желтоқсан оқиғасынан 20 жыл өткенде Алматыдағы Сәтпаев пен Желтоқсан көшелерінің қиылысында желтоқсан құрбандарына арнап тәуелсіздік таңы ескерткіші қойылды. Жыл сайын халық осы ескерткішке гүл шоғын қойып, қанды оқиға кезінде қаза тапқан марқұмдардың аруағына құран бағыштайды. Мен де сол жерге келдім. Мұнда қара халық таң атқалы ағылып келіп кетіп жатыр. Көздерінде ауыр мұң. Жер құшақтап солқылдап жылап жатқандары да бар. Ал алаңды полиция қоршап алған. Жедел жәрдем көлігі де тұр. Артық қимыл жасаған адамды аңдып тұрғандай әсер қалдырады екен. Ал мына кісі желтоқсан оқиғасы болғанда әскерден оралған екен. Алаңдағы қанды қақтығыста достарынан айырылыпты. Ол туралы айту маған өте ауыр дейді. Мен кейбір балаларды қазір Бекем болыңыз. Міне менің артында кісілер әлі келіп жатыр. Қазір сағат түскі сағат 1. Таң атқалы кісілер ағылып келіп гүл шоқтарын қойып көз жастарына ерік беріп жатыр. Маған анау жерде тұрған апа сұрайды, сен бүйтіп түсіріп жүргеніңе қорықпайсың ба дейді. Қалай ойлайсыздар, мен қорқуым керек па? Мына аға желтоқсан оқиғасына қатыспаған, бірақ бұл кісі де алаңға ауыр мұңмен келіп отыр. Айлы күннің аманында балам жазықсыз сотталып кетті деп үнін естірту үшін келіпті. Бар жоқ 24 жасында қамалды. Міне 30-ға келді, 6 жыл отыр. Не деген сұмдық еді? Білмеймін мен де не істеймін. Баратын жеріміз жоқ. Түсінбедім не болып жатқан, мені өткізбей қойды мына жақта полициялар. Неге жүруге болмайды? Соны түсіндіріңізші. Ой, Муся, привет. Как дела? Вот показывает Конституция, говорит, каждый гражданин имеет право. Но Конституция регулирует законами. В соответствии с законом мирных демонстраций разрешено в Алмате 3 места определены. В том числе хорошее место перед Академией наук. Нужно подать заявление, пожалуйста, сколько хотите так, демонстрируйте. Сейчас они прошли, возложили, никто не возражал. У 2 памятников, у 2 стел. Теперь, говорит, мы пройдем по улице. Но мирная демонстрация шествия запрещены законом, если заранее не подано. И определенные места. Поэтому мы говорим, пожалуйста, можете расходить, но они говорят, будем шествовать. Я говорю, ну это нарушение закона. Мы, говорит, имеем право везде. Ну тогда, пожалуйста, на взлетной полосе, может, что ли? Или на сигнал?
Смотрите, смотрите, давайте нас. Смотрите. Подходите, не давайте. Давайте нас разделить. Они хотели нас разделить. Нас и так мало, зачем нас делить? Не делите нас. Вы свидетели этого беспредела. Здрасте. Привет. Ребята, только вместе Тебя еще? Кто-то передавал теплый. Держи, пожалуйста. Носки у меня есть, кто хочет. Носки. Носки. Мне нужны носки. Можно мне? Оян, Казахстан! Оян, Казахстан! Оян, Казахстан! Оян, Казахстан! 16 желтоқсан 2020 жылғы менің тәуелсіздік алаңындағы күнім Оян Қазақстан қозғалысының митингісіне куә болумен аяқталды. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ең бастысы мемлекетіміздің іргесі берік болсын.